Сәлем достар, бүгін сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Ең бірінші бізге жылы сүт, сары май, тұз және де 6 қасық қант, 1 қасыққа жетер-жетпестей ас қасықпен дрож барлығын араластырып аламыз. Жұмсақ қамыр илеп аламыз және 1 сағат сайын 2 рет қайтарып илеуді ұмытпаймыз. Сосын әрі қарай біздің қамырымыз дайын. Осылай дөңгелектеп аламыз. Бетіне үгінді, яғни крошкасын дайындап аламыз. 3 қана зат, ол сары май және де қант, ұн. Осы үшеуін араластырып аламыз. Сосын әрі қарай салмасына творог, қант, молдау өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Сосын сметана болу керек, қаймақ. Оның орнына мен қатық пайдаландым. Қамырды жарты сағатқа қойып қойған едім, міне дайын болды. Әрі қарай бетін ортасын басып жіберіп, бетіне жұмыртқаның сарысын осылай жағып шығамыз. Әрі қарай салмасын саламыз, сосын бағана дайындап қойған үгіндіні салып, бетіне қойып шығамыз. Сүзбелі бәліш дайын, ас болсын.